Мә қыздар, короче дейтін мына видео потолок қалай кетіп жатыр дейміз ғой, жол жоқ десе де тыңдамаймыз ғой, шығып кеттік. Бірдеңе алып көрейікші, может жайлап машиналар жайлап өте алатын болар деп. Енді бірақ дейтін жолдың екі жағында да су дейтін бар ғой, кілкіп тұр. Мына кәдімгідей неге трассаға соғып тұр да, бұл жерде бал жоқ, спокойно шығып кетеді. Бұл жерге бар ғой кәдімгідей су. Сонда да құрсын бұл машиналардың бәрін ағып тұр екен деп машинадан түсіп, машиналар толып тұрған жерге барып, артынан барып қарайықшы, неге бүйтіп бәрін ағып тұр екен деп барып, неге машиналарға жақындап қарасақ, короче, бір газель түсіп кеткен ғой, осылай жолдың ортасы опырылып кеткен. Овощи тегіп жатырған, фрукты тегіп жатырған газель. Артының бәрі дейтін манағыдай тегіп жатырған ягода, фруктының бәрі шашылып жатыр осылай, қып-қызыл клубникалар. Соны сөйтіп отырғанда ана жерде дейтін балдар айтып жатыр еді, ар жағында келе жатқан бір жеңіл машинаға. Тұр деп жатыр еді. Айтқан жоқ, ана машина, ол машинада кіріп кетті ғой бамперімен. Кәдімгідей жалко бар ғой. Енді Алла сақтасын, Алла сабыр берсін. Обал болып жатыр кәдімгідей көліктерге бар ғой. Судың несі адамдарға зиян тиіп кетіп жатыр да. Алла сақтасын.